Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін біз сіздерменен керемет дәмді жұп-жұмсақ пончиктер дайындайтын боламыз. Ең алдымен қамырын дайындаймыз. Ол үшін ыдысқа жылы сүтті құйып аламыз. Үстіне қантты салып, жақсылап тұрып араластырып, кейін дрожжды салып, жылы жерге 10-15 минутқа қойып қою керек. Міне менде 15 минут жылы жерде тұрды. Енді осыған жұмыртқаны саламыз. Сары майды құямыз. Жақсылап араластырып аламыз. Кейін бір шым-шым тұз саламыз. Тұзды салып болғаннан кейін електен өткізіп ұнды саламыз. Ұнды міндетті түрде електе өткізіп салғандарыңыз жақсы. Сонда біздің қамырымыз жұмсақ болып шығады. Ұнның бәрін бірден салмаймыз, осылай біртіндеп салып араластыра тұра қамыр илейміз. Қамыр бізде жұмсақ болып шығуы керек. Көрсетілген мөлшерден көп ұнды салмағандарыңыз жақсы. Қамырдың бетін жауып, жылы жерге 1-1,5 сағатқа қойып қойыңыз. Қамыр менде осындай воздушный болып көтерілді. Енді оқтаудың көмегімен жайып, форма шығаратын боламыз. Қамырды жайған кезде өте жұқа болып кетпеуін қадағалаңыз. Мен дөңгелек форма шығару үшін осындай десертницаны пайдаланамын. Сіздерде қандай да бір стакан болса дөңгелек, соны қолдана аласыздар. Енді ортасындағы қамырды кесіп алып тастау үшін мен осылай насадканы пайдаланамын. Қалған қамырды мен осы форманың көмегіменен кесіп аламын. Біздің дайын болған формаларымызда көтерілу керек. Ол үшін оларды 15 минутқа бетін жауып қойып қоямыз. 15 минутта біздің формаларымыз осылай көтерілді. Енді табаға майды қыздырып алып, екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Ганаш үшін мен осындай кондитерлік глазур пайдаланамын. Сіз өз қалауыңызша әртүрлі шоколадтарды қолдансаңыз да болады. Ганаш дайындаймыз. Ол үшін ерітілген сары майдың үстіне глазурды салып, араластырып аламыз. Ганаш жасау үшін сары майдың орнына сіз қалауыңызша сүт немесе сливкиді пайдалана аласыз. Олайда да ганаш жақсы болып шығады. Ганашты міндетті түрде салқындатып аламыз, ал енді соған пончиктерімізді батырып аламыз. Кейін пончиктардың үстін мен осылай посыпкамен әсемдеймін. Сіз әртүрлі жаңғақтарды жақсы көрсеңіз, жаңғақтарды ұсақтап алып, солармен әсемдесеңіз де болады. Ол өз қалауыңызда. Біздің пончиктер дайын болды. Керемет дәмді, жұп-жұмсақ болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Осы видео сізге ұнаған болса, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыз. Асыңыз дәмді болсын.